Егер сенің саусағың осылай бас бармағың қолыңа тез жететін болса, теріңді созғанда үлкенірек созылатын болса, любой растяжканы ешқандай жаттығусыз тез әрі оңай істейтін болсаң, сенде буындардың гипермобильділік синдромы деген ауру бар. Басқаша айтқанда Эйлерс-Данлос синдромы деп аталынады. Бұл ауру дәнекер тіндерінің, эластин, коллаген тіндерінің әлсіздігімен көрініс беретін ауру. Бұл аурудың өмірге ешқандай зияны жоқ, бірақ осложнениялар қиын болуы мүмкін. Қай кезде? Сіздер травма алған кезде. Сіздерге құлауға, травма алуға болмайды. Өйткені басқа адамдардан қарағанда буындарыңыз тез шығып, терілеріңіз тез жыртылып кетуі мүмкін. Жыртылғанның өзінде хирургиялық тігіс салған кезде, жіппен тіккен кезде тігілмей қайта-қайта ол жер жыртылып кете береді. Яғни жазылуы қиын болады. Осы ауруды ескертіп қояйын дегем, өйткені жақын арада қыс болып, жердің бәрі мұз